Анаң жыламайтындай, әкең ұялмайтындай, бауырларың сыйлайтындай өмір сүруді нәсіп етсін. Естіге айтқан ақыл сөз, шыңға тіккен тумен тең. Ессізге айтқан ақыл сөз, құмға сіңген сумен тең. Сөзді сүзіп айт, жүректі ренжетпесін. Сөзді тізіп айт, құлаққа маржандай тағылсын. Сөзді бетке айт, ғайбат болып ұятқа қалдырмасын. Мен әрқашан адамдарға мейірімділікпен жауап бергім келеді. Бірақ өмір кім маған қалай сөйлейді, солай жауап беруді үйретті. Құйрығы шаян, беті адам, байқамай сенбе құрбыға. Жылмаңы сыртта, іші арам, кез болар қайда сорлыға. Байлық үшін 5 күндік, иманыңнан қашпағын. Бәрі өзгермек өмірде, бір Алладан басқаның. Жолдар бар, жалғыз жүріп өтетін, сәттер бар, соңғы нүктені қоятын. Жағдайлар бар, қоштасуға тура келетін, адамдар бар, қайта оралуға болмайтын. Арсыз болса қыз қорлық, ақылсыз болса ұл қорлық. Арсызда бет болмайды, азғында кек болмайды. Ақылды сөз қылмақ қиын, ақылды сөзді, ақылды іс қылмақ одан да қиын. Қолыңда бар нәрсемен айналыс, сонда Алла саған қолыңда жоқ нәрсені береді. Асылдан асыл туады, жалғаудан масыл туады, тіл азардан қылжақпас туады, таздан жарғақпас туады. Өмірде сені өзінен жоғары санайтын 2 ғана адам бар. Ол сенің ата-анаң. Ендеше көзі тірісінде қадірін біл. Өйткені сенің қадіріңді олар секілді ешкім білмейді. Қанша биіктесең, олар да өзің соншалықты биікте сезінеді. Және сені биіктей берсе екен деп тілейді. Үмітіңді үзіп түңіле берме, құлап барып та гүл атады өмір. Үп еткен желге дірілдей берме, шыдамдылықты ұнатады өмір. Шарасыздық Алладан келген ишарат. Ол ишарат дұға жасайтын уақыттың келгенін меңзейді. Қазанаттың жолында жазық та бар, орда бар. Азаматтың жолында бақыт та бар, сор да бар. Басыңа түскен әр көңілсіз іске мұңая берме. Себебі әр істе хайыр бар. Үн болмаса, гүл болмаса, бұлбұл деген бір сұр құс. Ар болмаса, ой болмаса, кеуде деген бір қуыс. Ол тәрбиелей отырып, халықты тәрбиелейміз. Қыз тәрбиелей отырып, ұлт тәрбиелейміз. Жақсы әке тоқтап сөйлейді, жаман әке боқтап сөйлейді. Есті болсаң есіңе сақта, өсем десең, ұлыңды орнымен мақта. Елдің болашағы оның табиғи байлығында емес, халықтың ақыл ойында, білімі мен еңбегінде. Өмір жақсы болатын болса, өмірге жылап келмес едік. Өмір сондай таза болса, өлгенде жуындырмас еді. Көп айтса көнді, жұрт айтса болды. Әдеті надан адамның, бойында қайрат, ойда көз, болмаған соң айтпа сөз. Өзін басқара алатын адам өмірдегі ең үлкен күшке ие. Қателік жасаудан қорықпа, оны қайталаудан қорық. Бұлақ қанша лайланса да тұнықтығын жоғалтпайды. Шыдамды адам қанша қиыншылық көрсе де сабырлығын жоғалтпайды. Денсаулық қуатты болсын, күнің шуақты болсын, көлің суатты болсын, қонысың өрісті болсын, еккенің жемісті болсын, еңбегің келісті болсын. Әрбір үйге таусылмайтын бақыт болсын, қайғы мұңсыз көңіліміз ақ болсын. Әр таңымыз шаттықпенен басталып, Раббым Алла баршамызға жақ болсын. Құрметті менің тыңдармандарым, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.